күшті билейді екенсің ғой жаным сол. Забери меня и прикури Мальборо. Тоқташы, Нубик, мен саған бәрін түсіндіремін. Ешекбас, мен саған сендім ғой. Так, Нубик қайда? Нубик көрмейді что-то. Нубик көтіп оқ, маған айтпай қайқа кетіп қалған, үйде жоқ. Ұйықтап жатыр ма мынау Нубик? Жоқ, спальняда да жоқ. Че бұл қайқа кетіп қалған? Айтпақшы, бұның ең сүйікті жері бар еді ғой. Бәсе туалетте отыр екен ғой. Мынау кіммен сөйлесіп отыр ей? Я, жан, үйдемін. Не істеп отырсың? Сол тірліктермен жүрген ғой. Артық дауыстарға мән бермей ақ қой. Ей, мына йогурт жан дей ма? Нубиктің қызы пайда болған ба не? Че там, родной, не ол? Туалетте отырғызбадың ғой даже. Ей, Нубик, ештеңе айтқың келіп тұрған жоқ па не? Че, родной, не айтуың керек мен саған? Өтіп оқ, бүкіл үйге жан деп айқайлап отырсың ғой сен. Қызым ғой, қызым, жақында танысқам. Айтудан ұмытып кеттім ғой мен саған. Жүргенімізге де көп болған жоқ. Нубик, сен қызбен жүріп отырсың ба? Таныстырсаң мені уақытың болған кезде. Болды, родной, қызым айтам ғой, если что. Алло, жан, привет, қалайсың? Не ғой, менің Адит деген досым бар еді. Егер қарсы болмасаң, қай күні болсың, сенімен таныстырайын. Привет, Нубик. Біртүрлі емес па, Нубик? Жүргенімізге де көп болған жоқ қой. Жоқ, несі біртүрлі, жан? Бізде бәрі серьезно емес па? Хорошо, примерно бір күннен кейін босайтын шығармын. Все, жан, жақсы көремін ғой сені, пока, давай. Так, что-то ойын ойнай беріп, ішім пысып кетті ғой. Лучше мен Нубикке тиісіп қайтпайын ба, жаңа қызмен тез таныстырсын. Че там, Нубик, не істеп отырсың? Көтіп оқ, кино көріп жатырмын деп шақырмайсың ба, көретін едік қой бізде. Ладно, қызыммен сөйлестім, если что, бір-екі күнде босап қаламын дейді ғой. Бір-екі күн дей ма? Сурет жоқ па, Нубик? Түрін көргенге батыр. Суреті дейсің ба, қазір телефоннан іздеп көрейін. Так, осындай кезде бір суретін таба алмай қаласың ғой, ё-моё. Вот, міне, Адик таптым. Қайсы родной көрейік. Нубик, түсірмеші. Не Адит осы телефонға түсіре беру. Родной үндемей жүріп, соска қыз тауып алыпсың ғой. Бірақ сонда да видеоң біртүрлі екен шынымен. Конечно, досым, сен мені кім деп жүрсің? Мен деген тек соска қыздармен жүремін ғой, білесің ғой. Бір подружкалар, петрушкалар бар ма екен, сұрап берсейші, Нубик. Мен де өзіме бір қыз тауып алайын сенің арқаңда. Жақсы, мен ұйықтайыншы оданша. Қайырлы түн, родной, ұйықтайыншы мен. Че-то мына қыздың түрі таныс, қаяқтан көрдім екен, Ладно, қой, ұйықтайыншы оданша. Таң болып кетті ма не уже? Қой, далаға шығып қыдырып қайтам ба, что-то бел жазып кетуге. Нубик. Не болды? Далаға шығайын деп отырмын, шықасың ба? Шыққам жоқ. Ой, көтіп оқ, ұйқы бас екенсің ғой таза. Давай, кеттім мен далаға. Погода кайф болып тұр ғой, ё-моё. Андай күнде қалай ұйықтай беруге болады вообще? Нубикке таң қалам бар ғой. Тоқташы, мына қыздың түрі таныс қой. Саған мынау деген Нубик көрсеткен қызы емес па? Еще дейтін анау деген басқа жігітпен отыр ғой, ё-моё. Тоқта, мен бұны жақсылап көріп алайын бірінші. Так, главный мен көріп қоймаса болды бұлар. Жан, бүгін бір жаққа барамыз ба, или үйде отырамыз ба? Маған клубника шоколада берші, клубника шоколада хочу, жан. Болды, тигрица моя, сен үшін бүкіл нәрсені алып беруге дайынмын. Рахмет, жаным, все-таки сен Нубик сияқты емессің. Ой, салыстырмашы мен сол Нубикпен. Мына қыз деген Нубикке измена жасап отыр ғой. Нубикке айтсам бекен или айтпасам бекен? Егер де Адик Нубикке осы жағдайды айтсын десеңдер, лайк мен подписка басып кетіңдер достар, сол кезде айтатын болады. Қой, бәрібір досым ғой, мен лучше айтайын оған. Мынау деген сұмдық жағдай ғой, ё-моё. Ей, Нубик, сенің қызың деген басқа жігітпен отыр, саған измена жасап отыр ғой, Нубик. Қымашы, Адик, қайда измена, қойшы, ұйықтатшы адамды, прикол ұстамашы. Ей, серьезно айтам, Нубик саған измена жасап отыр, басқа жігітпен отыр ол. Мен қызымды менен жақсы білмейтін шығарсың, Адик, ол маған вообще измена жасамайды, ол адал қыз ғой. Көтіп оқ, мен мынаған айтып тұрсам сенбейтін ес қызын жақтап. Өзің де қыз болмағансың, көре алмай маған прикол ұстап тұрсың ғой, мынау тентек болып қалыпты ғой, не істеймін мен сені көре алмай? Сенбесең жүр, менімен бар да қара. Тоқтай тұр, родной, мен оған звондап сұрап көре салайыншы. Так, нөмері қайсы еді өзі? Немене бәлес, ет ұстамай кетеді осындай кезде. Все болды. Алло, жаным, қаяқтасың? Привет, Нубик, үйде отыр, неге звондадың? Жай, просто қаяқта екеніңді білейін деп. Все жақсы, жаным, давай. Көрдің ба, родной, айттым ғой мен саған ол үйінде деп. Нубик, сен соңында сене салдың ба соның сөзіне? Конечно, родной, ол деген менің қызым емес па? Қош болды, қайдағы изменаны айтып отырсың? Келсе, родной, оданша ұйықтайық та. Жоқ, мен бұған бәрібір дәлелдеуім керек. Нубик, тұр. Немене әле, Нубик, тұрғызу деген жұмысқа кіріп алғансың ба? Жоқ, менде идея бар, Нубик. Короче, как раз сенің қызың мына жақын жерде тұрады екен ғой, соны аңдитын боламыз. Маш досым, енді қалған адам аңду еді. Тем более менің қызым еще түнгі қазір. Нубик, если келісетін болсаң, саған мороженое алып беретін болам, ойлан. Мороженое дейсің ба? Қашан аңду керек, сразу айт уақыт. Бәсе, бірде мороженое айту керек екен ғой саған. Жүр кеттік, қазір аңдимыз. Родной, неге машинамен аңдайын деп жатыр? Тем более сисең седагін жететін жер ғой. Ой, сонда сынбайсың ба, Нубик? Кішкене пантауға түсетін кеп тұр. Кеттік, көп сөйлей бермей отыр машинаға. Қазір ақыры маған сенбедің ғой, мен саған дәлелдеймін. Родной, кішкене қорқып тұрған сияқтың. Ой, сен ақ бірдеңеден қорқасың да жүресің.
нубик ең бастысы вообще дыбыс шығарма. В общем, мен не істеймін соны істеп жүре берсе артынан қайталап. Ой, көтібақ, мен де білем адам аңдуды. Білсең жүр онда артына. Так, үйдің артымен барамыз. Нубик тыныш, вообще дауыс шықпау керек. Так, мында біреу бар ма екен? Ешкім көрінбейді что-то. Нубик тірісің ба, қаяқта жүрсің не? Алдымды көре алмай жатырмын, родной қашшы былай. Кепкадан дым көрінбейткен, родной қаяққа барасың мен? Ош, Нубик енді сенімен адам аңдымай ақ қойдым. Че, родной, просто кепкадан дым көрінбей жатыр, қашшы былай. Былай жүре берші мақұл. Абайла түсіп кетпе ана жерге. Қай жерге? Ой, қойшы, родной, бүйтіп жүрмей ақ қойықшы, лучше бүйтіп тіпті әдемі жүре берейікші. Мақұл, сен осы жерде тұра тұр, мен ана спальня жақты қарап келейін. Так, спальняда ема, мына билеп жатқан қараңдар. Мә, Жан, ұнап жатыр ма? ой, тигрица моя, күшті билеп жатсың. Давай, жалғастыра бер. Забери меня и прикури Мальборо. Мәс, нан Нубик көрмеу керек. Родной, не жатыр? Жо, ештеңе, Нубик, қызың жоқ екен сенің. Қоңмашы бағаннан бері осы жаққа дейін келіп, қашшы былай тұршы, өзім көріп келейін. Жо, Нубик бармай қой. Ой, родной, саспаш, бәрі нормально, қызым жоқ па шынымен? Ая, Нубик, не істеп жүрсің сен мұнда? Тоқташ, Нубик, мен саған бәрін түсіндіремін. Ая, ешек, мен саған сендім ғой. Мынау кім өзі? Нубик па? Нубик, кешір, бірақ мен сенен әшейін қызық үшін жүргенмін. Ешқашан қызбен жүрмеймін болды. Нубик, көт, бәрі нормально. Нубик, жүрші, үйге барып дұрыстап әңгімелесейікші. Ой, көтіқ, сен бәрі қызға ола жылап отырсың ба? Родной, қыз деген көп қой қазір, шөп сияқты. Ертең ақ жаңасын тауып аласың, уайымдама. Досым, сен мені түсінбейсің, мен оны сүйдім ғой просто. Ой, көтіқ, сен де бір қызым жоқ екен, бетіме баса бердің ғой. Родной, бар қайдаш, ішейікші бүгін. Қойш, қайдағы ішкен қызға ола жүр, үйге барып сөйлесейік оданша. Нубик, не болды, түрің неғып өзгеріп кеткен? Менде бір план бар, кек алатын болдым аядан. Родной, қорқытпай айтшы, түрің немене болып кеткен? Кейін көресің ол планды. Осылайша Нубик өзінің қызынан кек алуды шешті. Достар, егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сонымен қатар келесіде қандай видео көргілерің келеді, соны комментарийға жазып кетіңдер.